Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен жедел жәрдем қызметкер Ташен Мұхаммед-Али. Бүгін айтылатын тақырып инсульт. Инсультті анықтаудың қарапайым тәсілдері және инсульт кезінде дәрігерге дейінгі көмек, осы туралы айтатын боламыз. Ең алдымен инсульт бір ескерту өтетін жайт. Инсульт түрлі жағдайда кездесуі мүмкін. Бір адам есінен танып қалып ауыр жағдайда болуы мүмкін. Бір адамда кішігірім белгілері енді басталып келе жатқан болуы мүмкін. Соны мұқият есте ұстаңыздар. Және көшеде бір адамның теңселіп кетіп бара жатқан көрсеңіздер, сіздер ойлауларыңыз мүмкін. Ішіп алған адам, немесе алкоголь қабылдаған, ол олай болмауы мүмкін. Ол жақындап қарап тексерген кезде мүмкін ол инсульттің енді басталып келе жатқан болуы мүмкін. Сол үшін мұқият қарап алуларыңыз керек. Енді келесі инсульт кезінде дәрігерге дейін көмек көрсетпей тұрып, мұна анықтаудың қарапайым тәсілдерін біліп алғандарыңыз жөн. Ең алдымен, әрине, науқастан сөйлетуге тырысасыз. Сөйлеу, яғни жақындап келесізде көмек керек емес пе деп айтасыз. Соған қараған кезіңізде оның сөздерінде өзгерістер болады. Тіпті сөйлеу қиындайды, сөйлеу нашарлай бастайды. Бұл әрине ол бірінші белгісі. Екінші, әрине ол кезде біз күлуін сұрайсыз. Күлу кезінде оның мимикасында өзгерістер болады. Яғни күлген кезінде бір сызықта тұрмайды, мимикасы бір жақ бөлігі түсіп кеткен болып тұрады. Бұлшық еттер төмен тұрады. Бұл екінші анықтаудың жолы, қарапайым жолы. Ал үшіншісі, одан кейін сіз науқасқа тілін шығаруын өтінесіз. Бұл кезде тілін шығаруын өтінген кезде оған тіпті тілін шығару өте қиынға соғады. Тілін шығара алмай жатады. Содан кейін келесі белгісі. Екі қолын бірдей көтеріп, көзін жұмуын сұраңыз. Яғни екі қолын бірдей көтергенде бір қолын мүлде көтеруге икемі кемей төмен тұратын болса, ол инсультқа күдікті. Яғни инсульттің басталып келе жатқан. Бұндай кезде тез арада жедел жәрдемге қоңырау шалудың маңызы өте зор. Енді алғашқы көмекті қалай көрсетеміз инсульт кезінде? Сіздерге айтқандай түрлі жағдайда болуы мүмкін. Ең бірінші, осы белгілердің біреуі кездессе болды, тез арада жедел жәрдемге қоңырау саласыздар. Уақытты мүлде жоғалтып алуға болмайды. Тез арада. Содан кейін жедел жәрдем келгенше не істейсіздер? Ең алдымен терезені ашып, оның қысып тұрған киімдерін шешесіздер. Содан кейін, егер науқаста құсу рефлекстері болып, демалу қиындап жатқан жағдайда, құсу рефлекстері болған жағдайда, басын бір жаққа бұрып ұстап тұрасыздар. Яғни қимылдатпайсыздар. Ол тұрып тұрған болғаныңыз жерде отырғызасыздар, отырғызып сол уақытта қимылдатпай ұстап тұрасыздар. Бұл кезде есте ұстаңыздар, мұқият есте сақтаңыздар. Ешқандай дәрі, ешқандай су беруге болмайды. Ол жұтынудың бұзылыстар пайда болып жатыр. Ол кезде кері әсер етеді. Сол үшін тек жедел жәрдемнің келгенін күтесіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің жақындарыңызға жіберіңіздер.